Саламатсыңдар ма балалар? Бүгінгі тақырыбымыз жасанды ортадағы қауіп-қатер. Адамның тіршілік ортасы табиғи және жасанды болып екіге бөлінеді. Табиғи жанды және жансыз болып бөлінеді. Біз жасанды ортада өмір сүреміз. Бұл адам қолымен жасалған жасанды дүниелер. Адам баласының өз қажетіне жасаған дүниенің барлығы жасанды ортаға жатады. Бірақ кез келген заттың адам өмірі үшін қауіпті әрі қауіпсіз жақтары болуы мүмкін. Мысалы, үйден өрт шығуы, газ таралуы, су құбырдың жарылуы. Сонда өрт шыққанда не істеуіміз керек? Ол үшін қауіпсіздік ережелерін білу керек. Біріншіден, электр құралдарына су шашуға болмайды. Екіншіден, терезені ашушы болмаңдар. Үшіншіден, өрт кезінде тығылуға болмайды. Төртіншіден, үйден тез шығып, қабырғаны бойлап жүр. Түтін иісінен уланбас үшін мұрныңды сулы шүберекпен жап. Жедел сатыны қолданушы болма. Және соңғысы, өрт кезінде көршілерден көмек сұрап, өрт сөндірушілерге хабар бер. Ал бөлмеге газ таралғанда не істеу керек? Егер үйде газдың иісі сезілсе, жылдам терезені ашып, бөлмені желдету керек. Содан кейін газ плитасының ашық жабықтығын тексеріп, құбырға бекітілген кранды ажырату керек. Газдың иісі бар бөлмеде сіріңке жағуға, жарықты қосуға болмайды. Ауаға жиналған газдан жарылыс шығуы мүмкін. Газ иісі жойылмаса, дереу газ қызметіне немесе 104 нөміріне қоңырау шалуды ұмытпаңдар. Ал су құбыры жарылғанда не істеу керек? Бірінші, суық су мен ыстық су келетін тетікті жап. Егер құбыр жарылып кеткен жағдайда ата-анаңа хабар бер. Немесе 112 нөміріне қоңырау шалып көмек сұра. Көршілеріңді көмекке шақыр. Міне балалар, өздеріңіз көргендей, көп нәрсе өзімізге байланысты. Адам құралдарды дұрыс пайдалана білсе, олар зиянын тигізбейді. Бірақ та сақтық шараларын біліп жүргендеріңіз өздеріңізге жақсы. Тақырып сіздерге ұнады ма? Я, ұнады. Өміріміздің қауіпсіздігі үшін керекті біраз ережелермен таныс болдық.